Сәлем достар. Бір күн телефонымыз жанымызда болмай қалса елеңдеп тұрамыз. Бұл жағдай 3 күнге созылса, телефонсыз өмірге етіміз үйрене бастайды. Үйрене алмайтын адамдар да бар екен. Олардың жайын ғалымдар номофобия, ағылшын тілінен аударғанда мобильді телефон жоқ болуны қорқу ұғымымен түсіндіріп жүр. Айова штат университетінің ғалымдары адамның телефонға тәуелділігін бағалайтын жаңа әдіс ойлап тапты. Олай болса, сіздің телефонға тәуелділігіңізді тексеріп көрейік. Кеттік. Сізге 20 сұрақ ұсынылады, оны 1 мен 7 аралығындағы ұпаймен бағалайсыз. Мейлінше келісетін сұрағыңызға 7 ұпай, келіспейтін сұрағыңызға 1 ұпай орташа деңгейіне байланысты аралықтағы ұпайлармен есептей беруге болады. Ұпай сандарын дұрыс есептеу мақсатында жауаптарымызды белгілеп отырғаныңыз жөн. Бірінші сұрақ: телефондағы ақпараттардан үнемі хабардар болып отырмасам, өзімді жайсыз сезінемін. Өзіме қажет кезінде телефонмен ақылдаспасам, мазам кетеді. Өзекті жаңалықтармен, ауа райымен танысып отырмасам, жүйкем жұқара бастайды. Төртінші сұрақ: қажетсінген сәтімде телефонымды не ондағы қосымшаларды қолдана алмасам, ашу шақырамын. Телефонымның қуаты таусылып бара жатса, байбалам саламын. Келесі сұрақ: тарифке қосылған мегабайт трафигім азаюға таяу болса, қорқа бастаймын. Қолымда Wi-Fi жоқ болса, бірден басқа Wi-Fi желілерін іздеуге кірісемін. Сегізінші сұрақ: әрдайым телефонымды жоғалтып алмайын деген қорқынышпен жүремін. Телефонымды қолдануға мүмкіндік жоқ болса, оны қолыма алғанша асығамын. 10-шы сұрақ: туыстарыммен хабарласатын кезде смартфоным жанымнан табылмаса, бойымда мазасыздық билеп алады. Келесі сұрақ: телефонымнан жырақтап қалсам, жақындарым мен жолдастарымның менің қайда екенімді білмей қалатын болды деп алаңдаймын. 12-ші сұрақ: байланыстан тыс жерде болсам, не қоңырау шала алмай, не хабарлама жібере алмай жадынданамын. Жақындарыммен байланыс орната алмасам, өзімді нашар сезінемін. Смартфоным қасымда болмаса, әлдекім маған хабарласады, ал мен жауап бере алмайтын болдым деп мұңаямын. Телефоным қалтамда болмаса, туыстарыммен, достарыммен үздіксіз байланысым жоғалды деп өте нашар күйге түсемін. 16-шы сұрақ: смартфоным жанымда болмаса, қазір немен айналысып жатқанымды жаза алмауым мені жабырқатады. Әлеуметтік желілер қолжетімді болмаса, жаным жай таппайды. 18-ші сұрақ: смартфоным жанымда болмай, электронды поштамды тексере алмай қалсам, бойымды үрей билейді. Келесі сұрақ: телефоным қолымда болмаса, немен айналысарымды білмей қаламын. Және соңғы сұрақ 20-шы: әлеуметтік желілердегі жаңартуларды жиі көріп отырмасам, өзімді тым нашар сезінемін. Ал енді ұпайларыңызды есептеп, нәтижесін оқыңыз. Егер 20 және 60 ұпай аралығында жинасаңыз, құттықтаймыз, сізді телефонға тәуелді деуге келмейді. Номофобияңыз болар-болмас дәрежеде. 61 және 100 ұпай аралығы тәртібіңізді қадағалауыңыз керек. Өзіңізді қолға алыңыз. Номофобия деңгейі орташа. Ал 100-ден жоғары ұпай жинағандар, сіз үзілді-кесілді телефонға тәуелдісіз. Номофобия дәрежесі өте жоғары. Ал сізде қанша ұпай? Өзіңіздің ұпай сандарыңызбен комментарийде бөлісіңіз, және де каналға жазылуды, видеолардың астына лайк басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, психологияның қазақша каналына жазылыңыз.